Мынау өзі қызық. Біз кейде біреулермен араласпай жүреміз ғой өзі туған туысыңызбен. Бірақ сіздің араласпауға хақыңыз жоқ. Өйткені ол туысты сіз таңдаған жоқсыз. Сіздің туған туысыңызды жаратушы жаббар иеміз Алла тағаланың өзі таңдап берген. Сіз ата-анаңызды да таңдаған жоқсыз. Ата-ананы сізге таңдап берген Алла. Таңдап берді да енді осы қызмет қыл деді осы ата-анаңа. Ал сіз оларға мейірімділік танытпауға, қамқор болмауға қандай хақыңыз бар? Қалайша сіз бүгін ата-анаңызбен қанша күндеп оның хабарын алмастан, оған хабарласпастан, оған звондамастан, оның үйіне қонақ болып бармастан жүре аласыз, қалай ұйықтай аласыз?